ата әжелерімен кездесіп тұрады, міндетті түрде демалыс күндері атасы әжесі барып кездесіп, осы балалардың жағдайын біліп, сөйлесіп, әңгімелесіп, тәттілерін апарып біліп отыр. Енді балалардың қазіргі кезде үлгерімі жаман емес, жақсы. Апайлармен де сөйлесіп отырмыз біздер. Анағы шараларға да белсенді қатысады. Өткенде осы бейімдеу орталығында өткен шараның видеосын біз тамашаладық. Біздің қыздарымыз өлең айтып, би билеп, жақсы көңіл күйде. Әрине, енді сәбилер үйіндегі балаларда балалармен араласып ойнап жүр. Ешкім бұл жағдайды хабардар еткен жоқ. Енді әлеуметтік желі бұл балалар қолданбайды. Сондықтан хабарсыз деп ойлаймын.